Саламатсыздар жігіттер, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып Enel компаниясының Drain Effect өнімі жайлы болады. Оның құрамы, көрсеткіштер, қарсы көрсеткіштер. Сонымен қатар ожирение жайлы бір-екі ауыз сөз айта кетеміз. Ожирение дегеніміз не? Ожирение дегеніміз бұл артық салмақтың денеде болуы. Себебі 10% жағдайда бұл жаңағы эндокринологиялық ауытқуларға байланысты, одан кейін кейбір неврологиялық ауруларға байланысты, одан кейін тұқым қуалауға байланысты семіздік болады. Бұл 10% жағдайда. Қалған 90% жағдайда біз тамақты көп жеуіміз, тамақтың құрамында майлы тамақтардың, қанттың, тұздың көп болуы, одан кейін тамақты біздің ретсіз жеуімізді, өте жиі жеу, кетке жатары орынға жеу, болмаса түнде ұйқыдан тұрып жеу. Осылардың бәрі бір ауыз сөзбен айтқанда тамақ бізде энергия болып табылады. Сол энергияның көп мөлшерде біз қабылдаймыз да, сол энергияны жеткілікті мөлшерде біз шығармаймыз. Содан артылып қалған біздің энергиямыз денемізге май болып жиналып қалады. Осындай жағдай. Енді бұның қандай зияндығы бар? Зияндығы бұл жүрек қан тамыр ауруларына алып келеді, давлениенің көтерілуі, инфаркттың болуы, инсульттің болуы, холестериннің жоғары болуы, атеросклероздың пайда болуы, одан кейін өттің толуы, өтте тастың болуы, одан кейін буындардың ауруы, одан кейін жалпы сахарный диабетпен толық адамдар көбірек ауырады. Бұл жаңағы эндокринологиялық жүйеге кішкене әсер етеді. Сондықтан семіздік болу онша жақсы нәрсе емес. Енді бізге осыған байланысты осыны естіген адамдар диетаға отырады. Диетаны да негізі дұрыс ұстау керек. Диетаның да өзінің бір несі бар, ережесі бар. Бірақ біз көп бірден тамақ жемей қоя саламыз. Ол негізі дұрыс нәрсе емес. Мен қазір себебін айтамын. Бірден адам тамақ жемей қалған кезде біздің организмге ол стресс болып табылады. Бізде гликоген деген зат бар. Гликоген бұл қанттың бір түрі. Бұл бұлшық етте, одан кейін бауырда жиналады. Бұл қанттың экстремальный жағдайда қолданатын бір қоры, запасы. Қатты стресс алғанда, ит қолағанда, біреуден қатты қорыққан кезде, болмаса қатты жүгірген кезде бірден сол кезде гликоген бізде қолданылады запастан шығады. Но бірақ оның қоры өте аз, ол тез таусылып қалады. Одан кейін біраз уақыттан кейін 3 күн 4 күн тамақ жемегеннен кейін біздің денемізден уже май кәдімгі қанға шығып, ол энергия ретінде, болмаса строительный материал ретінде қолданыла бастайды. Бірақ оның арасында уақыт керек те кішкене. Енді адам бірден жаңағыдай диетаға отырған кезде гликоген таусылып қалады, бұл адам көңіл күйі болмайды, адам стрессте болады. Одан кейін бізде үнемі энергияны көп қажет ететін органдар бар. Ол мысалы соны кеше айттым, бұл бүйрек. Сол органдарға бұл стресс болып табылады, сондықтан олардың жұмысы нашарлауы мүмкін. Сондықтан ешқашанда бірден жесткий диетаға отыруға болмайды. Жесткий диетаға отырған кезде өтте тас пайда болады, бүйректе тас пайда болады. Осының кішкене бұлардың кішкене бір жақсы емес жақтары бар диетаның да. Сондықтан диетаға постепенно отыруымыз керек. Енді тағы бір айта кететін жағдай, бүгінгі біздің препаратымыз Enel компаниясының Drain Effect деген препараты. Бұл как раз біріншіден жалпы өзі салмақты кішкене түсіруге көмектеседі. Бұл екінші бір жағдай, бұл организмді ұзақ уақыттық диетаға ұстауға көмектеседі. Себебін түсіндірем, бұл Drain Effect'ің құрамында негізі химиялық заттар бар. Бір жағдай, екінші жағдай бұл шөп дәрілерден тұрады. Мұның құрамында фруктоза бар. Бірінші тұрған фруктоза, инструкциясын алып көрсеңіздер болады. Фруктоза не үшін керек? Арықтаймай жатқан адамға қант не үшін керек? Фруктоза бұл жемістерден алынатын қанттың түрі, фруктоза деп аталады. Сол фруктоза бұл адамға жеген кезде, адам қабылдаған кезде драйн эффекті, бұл адамда тоқтық сезім пайда болады. Бұл былайша айтқанда тез энергия береді. Адам қарны ашып тұрған кезде, фруктозаны жеген кезде энергия алады, но бірақ фруктоза бұл қысқа уақытқа жетеді. Бұл сіз жейсіз, сізге бірден энергия береді. Екінші тағы да бір платиноза, мальтодекстрин деген зат бар. Мальтодекстрин, платиноза екеуі, бұл сахарозаменяющий препараттарға, сахарозаменяющийларға жатады. Бұлар былайша айтқанда обычно біз жеп жүрген қанттың басқа бір түрі. Неден бір-бірінен айырмашылық қандай? Біздің жеп жүрген қантымыз, егер біз қантты көп жейтін болсақ, қанда қант көп болады да. Содан кейін май қолданылмай, қатар жүреді ол қантпен бірге, ол запасқа кетіп қалады, жиналып қалады. Өйткені бірінші кезекте адамның денесі қантты қолданады. Сондықтан қант көп болғаннан кейін май запасқа жиналып қалады. Мальтодекстрин мен платинозаның айырмашылығы, ол просто адамға денесінен түседі, қанттың тура сол жұмысын істейді, адамға энергия береді, адамды шаршатпайды, адамға қуат береді, но бірақ майдың жиналуына оның ешқандай қатысы жоқ.
май сонымен бірге қатар жұмыс істеп жаңағы адамның денесінде энергия ретінде май да қолданыла береді, екеуі қатарынан. Айырмашылығы сол жерде. Түсіндіріп айта алдым ғой да. Бұл екі зат, біреуі тез қолданатын фруктоза, екіншісі ұзақ әсер ететін жаңағы сахарозаменяющий препараттар бар. Сахарозаменяющий жаңағы заттар бар. Не үшін керек? Адам жаңа диета ұстаған кезде шаршап қалмас үшін, әлсіреп қалмас үшін. Сонымен жаңа фруктоза не үшін керек? Одан кейін жаңа сахарозаменяющийлар не үшін керек екенін түсіндік. Бұл адамға энергия береді, адамның тамаққа деген тәбетін кішкене басады. Бұл бір жағдай. Екінші жағдай, бұның құрамында экстрагапунция бар, экстрагалоэ бар, мята бар. Бұлардың бәрін бөлек-бөлек айтудың қажеті жоқ. Просто топтаған кезде бұлар біріншіден зат алмасу процесін күшейтеді организмдегі біздің ішіп жеген тамағымыз, біздің денеміздегі қалып кеткен майлар, олардың бәрі зат алмасу процесі күшейген кезде тез жанып кетеді. Біріншіден бұл энергияны жоғалтады, бұл как жиросжигающий эффектісі бар, майды құртады деп айтуға болады, бір қарапайым тілмен айтқан кезде. Екінші бір жағдай, бұл адамның денесіндегі суды сыртқа қарай шығарады. Адамның денесінде май көп болатын болса, адамның денесінде су да көп болады. Оған бір қарапайым мысал, ол түсінікті болу үшін түйенің өркешіндегі май не үшін керек? Сол қорек ретінде, одан кейін түйе оны су ретінде пайдаланады. Өйткені адамның денесінде 1 килограмм май еритін болса, ол 1 литр су береді адамға. Сондықтан былайша айтқанда сол шөптердің түрлері ол мочегонный эффект береді, адамның денесіне суды, одан кейін адамның денесінде жаңағы токсиндерді шығарады. Одан кейін тағы да бір мята сияқты, экстрагапунция сияқты тағы бір олардың да бір эффектісі бар. Олар жаңағы адамды успокаивать етеді. Қозу процесін, нервтің қозу басын төмендетеді. Сондықтан егерде драйн эффектін алған кезде бұл тек қана адамды біріншіден дайындап қоймайды, келесі диетаның этаптарына. Сонымен қатар адамның денесіндегі суды, токсинді шығарады, адам кішкене салмағын жоғалтады, адам біртіндеп диетаға кіреді. Сондықтан сіздер осы өнімді пайдаланып көрсеңіздер болады. Бұл жайлы отзывтар өте көп. Бұл енді сізде алдыңыз, одан кейін іштіңіз, ертеңіне 10 килограмм тастадыңыз, ондай жоқ, сразу айтайық. Ондай болмайды, но бірақ постепенно салмақ жоғалтуға, организмді сол диетаға үйретуге бізге көмектеседі. Бұған қарсы көрсеткіштер, бұл екі қабат кезде болмайды, емізіп жатқан кезде болмайды, емізулі аналарға, одан кейін болмайтын несі аллергиялық реакция болатын болса. Осындай жағдайлар бар. Мен түсінікті айта алдым деп ойлаймын бүгін сіздерге. Егер де сұрақтарыңыз болса, сұраңыздар, лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар. NL компаниясының басқа өнімдеріне